Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздермен бүгін қамыры жұмсақ болатын самсаның рецептімен бөліскім келіп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіз және видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен ыдысқа жылы сүтті құямыз. Жылы су құямыз. Қант саламыз. Ерігенше араластырамыз. Тұз саламыз. Енді ашытқа саламыз. Жұмыртқа саламыз. Енді ұн салып, аз-аздан жұмсақ қамыр елейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, қамыр көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр көтерілді, енді бұны бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен қамырды 8 бөлікке бөліп алдым, енді жеке-жеке жаямыз. Жұқалап жаямыз. Енді ыдыстың үстіне жайылған қамырды салып, әрқайсының үстіне май жағып шығамыз. Осылай салып, еріген майдан жағамыз. Үстіне екіншісін қоямыз. Оның үстіне де май жағамыз. Осылай әрқайсының үстіне май жағып шығамыз. Енді үстін жауып 15-20 минутке қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ортасына тартылған ет саламын. Енді пиязды ұсақтап тураймыз. Енді тұз бұрыш саламыз. Су құямыз. Барлығын араластырамыз. Міне салмасы дайын. Енді ыдыстан алып жаямыз. Енді бұның үстіне кішкене май жағып, енді бұны бүктейміз. Енді бірнеше бөлікке бөлеміз.
Енді осы бөліктерді жаямыз. Енді ортасына салмасын саламыз. Не былай. Енді жабамыз. Не былай жауып аламыз бірінші. Жан-жағын жауып қоямыз. Мынадай үшбұрышты қылып жапсаңыздар да болады. Үшбұрышты қылып былай жабамыз. Енді мына жағын жапсырамыз. Пешке салатын ыдыстың үстіне самсаларды тізіп саламыз. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Енді дайын болған самсаларды қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Не самса дайын. Ортасы мынадай болып шығады. Қамыры өте жұмсақ. Астарыңыз дәмді болсын. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.